Туған жерге жанашырлық тазалықтан басталады. Түркістан облысында экологиялық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған тағылымды шара өтті. Шаян ауылында ұйымдастырылған таза аула, таза ауыл плогинг жарысы жас ұрпақты еңбекке баулып, табиғатқа деген жауапкершілігін арттырды. Қазір Сырдария өзені маңында су айдындарындағы қауіпсіздік бойынша рейд өтіп жатыр. Жауапты мамандар демалушыларға түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Рейдке Сауран аудандық төтенше жағдайлар бөлімі, аудандық аурухананың жедел жәрдем қызметі, полиция қызметкерлері және еріктілер жұмылдырылды. Шара барысында төтенше жағдай бөлім басшысы Мұхтар Қуанышбай рейдтің өту тәртібін түсіндіріп, негізгі мақсат төтенше жағдайлардың алдын алу екенін атап өтті. Айта кетейік, өткен жылғы статистика бойынша су айдындарында 4 өрт оқиғасы тіркеліп, бір азамат балық аулау кезінде суға батып көз жұмған. Осыған байланысты мұндай профилактикалық шаралар қауіптің алдын алу үшін ұйымдастырылып отыр. Сырдария Түркістан мемлекеттік өңірлік табиғи паркінің аумағында төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері және әкімдік қызметкерлері, полиция, осы емхана және де парк қызметкерлерімен бірлесіп рейдтік шаралар өткізудеміз. Ол рейдтік шаралардың мақсаты осы демалушылар, Сырдария маңына келген демалушыларға үгіт насихат жұмыстарын жүргізуіміз керек. Ол неге дейсіз ғой? Осы балық аулауға келеді, және де демалуға келеді. Сол кезде мынау тоғайдың ішіне кіріп, тамақ пісіреді. Сол кезде отты өшіріп кету жайлы, және де суға шомылу кезінде судағы қауіпсіздік ережелерін сақтау жайлы біз үгіт насихат жұмыстарын жүргізудеміз. Сонымен қатар Сырдария Түркістан мемлекеттік өңірлік табиғи паркінің қызметкерлері тұрғындарға қауіпсіздік ережелерін кеңінен түсіндірді. Мамандардың айтуынша, бірінші рет ереже бұзғандарға ескерту жасалса, қайталанған жағдайда тиісті органдарға хабар беріліп, айыппұл қарастырылады. Рейд барысында балық аулау кезінде ұсталған тұрғындармен де түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Бізге келіп жаз мезгілінде демалу уақытысында бірінші кезекте өрт жағуға болмайды және суға түсуге болмайды. Ары қарай біз өздерімен бірге демалу заттары, қоқыс қалдықтары, пластмасс, пакет сияқты заттарды біздің өңірлік табиғи парк жеріне тастауға болмайды. Тастаған жағдайда бізде штраф бар, әкімшілік айыппұлдар бар, қарастырылған. Біз тек қана осы келіп демалушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Алдын ала айтамыз, үнпарақтар осындай. Үнпарақтар тарқатамыз. Келуші азаматтарға ескертеміз, жаз мезгілдерінде өздеріңіз абай болыңыздар. Су айдындарында қауіпсіздік талаптарын сақтау әр азаматтың жеке жауапкершілігі. Себебі қарапайым ережелерді сақтамау орны толмас жағдайларға әкелуі мүмкін. Зухра Лесқар, Әбубәкір Анарбайұлы, 77 News.